Дін зайырлы білім алуға қарсы ма? Қазіргі кезде қоғамымызда осындай жалпы жастарымыздың арасында сұрақтар туындайды. Өйткені қарап жатсақ, жалпы ислам дінімізде білімге деген өте қатты мән берілген. Бірақ сонымен қоса, осының ішінде тек қана діни білім емес, сонымен қоса зайырлы білім жайлы айтылады. Енді асыл дінімізде, қасиетті Құран кәрімде де ілім туралы қаншама аяттар айтылады осы жайында. Сонымен қоса, әрине кез келген адам баласына, соның ішінде мұсылмандарға білім алу парыз болып есептелінеді, яғни діни білім. Сонымен қоса, әрине зайырлы білімге келетін болсақ, бұл жерде қарастыратындай, яғни дін білімі әрине ол әрбір адамның өзінің жеке бас мәселесі болып табылады. Сонымен қоса, зайырлы білім деп жатқанымыз, бұл қазіргі таңда әртүрлі ілімдердің дамып, яғни бұл медицина саласында, физика, астрономия саласында, енді осыған қарайтын болсақ, біздің кезімізде осы көптеген ғұлама ғалымдарымыз, сонымен қоса осы ислам дінін дамытқан ғұламалардың өздері көптеген зайырлы білім саласына өте қатты мән берген. Соның ішінде мысалы медицина саласында Ибн Синаны айтатын болсақ, сонымен қоса астрономияға, өйткені кейбір діни мәселелерде осы астрономиямен де өте тығыз байланысты. Сол үшін бұл жерде әрине діни білім деп және зайырлы білім деп бұл жерде бөліп қарастыруға болмайды. Өйткені діни білім айтып кеткендегідей ол әрбір адамның өзінің ақиретіне байланысты болса керекті ілім. Ал зайырлы білім бұл жерде әрине адамның өзінің болашағына, яғни сонымен қоса мемлекетке дамуына үлкен үлесін тигізеді. Сол үшін бұл жерде әрине зайырлы білім алу үшін әрбір адам ол өзі дамып, оқып, білім алуы тиісті.